Мына 313 есеп 43 сантиметр кубтың моделін дайындаңдар дейді. Мына тұрған суретте. Бұл кубтың жазбасын алу үшін оны қай қырлар бойымен қию керек дейді. Так, мына қырларын бойымен қиюымыз керек. Бірінші. Так, CH деп алайық. CH пен қиылады бірінші. Так, екінші HV. Екінші қиылатыны. Үшінші мынау. Осын боймен қиямыз да. Так, төртінші міне. Бесінші. Мынау алтыншы. Мынау жетінші. Қиылатындар. Так. Үшінші. Бесінші. Алтыншы. Жетінші. Осы сызықтың бойымен қиылады. Так. Біріншісін сұрақ жауаптарын жазып шығайық. Так. FA, VA, AE, FH, EL, HC, DL. Осы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мыналар. Бірінші былай қиылып шығады. Осы 7 рет қиылады. Екінші сұраққа жауап берейік. Қиылатын қырларын кескіндейтін сынық сызықтардың ұзындығын табыңдар дейді. Осы қиылғандарын ұзындығын табуымыз керек. Так, 7 рет қиылды. Қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 рет қиылды. Онда 7-ні көбейтеміз 3-ке. Не үшін? Себебі қыры 3 сантиметр деген. Мына қыры 3 сантиметрге тең мына қырлар. Сол себептен 7 рет қиылғандықтан 3-ке көбейтетін болсақ 21 сантиметр. Сызықтың ұзындығы 21 сантиметр. Так, ұзындығы 21 сантиметр екен. Шықты. Әрмен қарай. Енді бізден так, 1314 есеп. 1314 есепте не сұрайды? 1314 есепте. Не, 1314 есепте. 9-13 суретте дейді. Тікбұрышты параллелепипедтің жазбасы кескінделген. Жазбаны біріншін өздеріңіз орындайсыздар. Осы арқылы қиып алып, апайларыңыз берсе тапсырманы осы арқылы қиып алып, осыны тікбұрышты параллелепипедті желімдеп жасауға болады. Мен екінші сұрағына жауап берейін. Екінші сұрағы. Егер төменгі жағы бойылған болса, мына төменгі жағы, онда қай жағы жоғары жағы болады дейді. Так. Егер төмен жағы бойылған болатын болса, қай жағы жоғары жағы болады дейді. Мынаны тікбұрышты параллелепипедті салайық. Тікбұрышты параллелепипедті сызайық шамалап. Жоғары жағы бойылған дейді. Төменгі жағы бойылған. Мына төменгі жағы бойылған. Міне, төменгі жағы бойылған. Мына төменгі жағы бойылған. Мынау жоғары жағындағы төбесі, мына төменгі жағындағы төбесі, мына екі бүйірі, онда Г, оның несі болады? Жоғарғы жағы болады. Мынау бізде А болып тұр. Мынауымыз Б болып тұр да, мынауымыз Г болып тұр ғой, сонда міне. Қапталға мезеттеші. Так. Сонда екіншісінде жоғарғы жағы Г әрпі болады да. Енді үшінші дайындалған тікбұрышты параллелепипед моделі бетінің ауданын табыңдар дейді. Үшінші. Жазып алайық. А 6 сантиметр,
Б 4 сантиметр, С 3 сантиметр деп алайық, мынаны А дейік, мынаны Б дейік, мынаны С дейік. С деген биіктігі, Б деген ені, А деген ұзындығы болсын. Осының бет аудандарын табуымыз керек екен. Бет ауданы. Так, бет ауданын табу үшін мынандай формула енгіземіз, қараңыздар. Шешуі. Бет ауданы 2 деймін, жақшаның ішіне 2АВ деп алам. АБ қосу БС қосу АС деп алам. Бет ауданы деген сөз. Яғни, мына А мен Б, А жаңағы ұзындығы, Б ені ғой, екеуінің көбейтіндісі бір аудан болып табылады. Себебі бұл жерде екі жағындағысы. Б мен С, мысалы мұны дейіп қояқшы. Так, мынаны А тең 6 сантиметр деп алайын да. Биіктігін С тең 3 сантиметр деп алайын. Мына ені, енің Б тең 4 сантиметр деп алайын. Мына биіктігі, мына ұзындығы, мына ені болсын. Енді қараңыздар. 2 деп алған себебім ауданнан. А, Б деген мынауымыз Аға тең, дұрыс па? Аға тең. Мынау С-ға тең. Мына жетіміз биіктігі, мына ені. Мына А, Б деген сөз төменгі жағындағы тік, бір жағы төмен жағындағы тік парапеттің бір жағы да, мына үстіңгі 2 жағы. Сол себептен 2 АВ, бірақ жақшаның сыртына шығарым екін. Себебі Б-сыны қараңыздар. Б-сы деген сөз мынау бүйірі бар ғой, екі жәтіндегі бүйірі. Екеу ма? Екеу. Б-сы екеуін жақшаның сыртына шығардық. А-сы деген сөз мынау міне. Так, мынау ар жағындағы А-сы и мынау несі, оның биіктігі бар ғой. Мынау ұзындығы, мынау ені деген сияқты да. А-сы. 2 жағы бар. Сол себептен 2 А-сы, бірақ екеуін бәрінде де 2 болғандықтан жақшаның сыртына шығарып жіберемін да. Сонда аудан табатын болсақ, 2 А деген 6, Б деген 4. 4 қосу 3. 6 қосу 3. Бұдан S тең 2, 24 қосу 12, қосу 18. Так, S тең 2. Так, 24-ке 12-ні қосамыз. Одан 18-ді қосамыз. Қанша болады? 24, 12, 36. 36-ға 18-ді қосамыз. Так, 4 бір ойда 54. 54-ті 2 көбейтеміз да. Сонда 54 бұдан шығады 108 сантиметр квадрат. Бетін ауданы, жауабы, бетін ауданы 108 сантиметр квадрат екен. Бұл есеміз шықты. Енді 1315 есепке көшейік. 1315 есеп. Мың 315 есеп қараймыз. Тік бұрышты параллелепипедтің ұзындығы мынаны алайық. Ұзындығын 7 сантиметр деп алайық. Так, ұзындығы 7 сантиметр. 7 сантиметр. Ені болсын 5 сантиметр. Биіктігі мынау А-ы 2 сантиметр екен. Осы тік бұрышты параллелепипедтің дейді жазбасын алу үшін, мынау жазбасы, осыны алу үшін оны қай қырларын бойымен қию керек? Бірінші сұрағымызға жауап берейік. Қай қырларымен қиюымыз керек? Бірінші А-Е. А-Е мынадан. Сосын Е-ел. Мына жаққа қиюымыз керек, сонда жазба шығады да. Л-ды. Л-ды. Д-сы. Былай қию керек. С-аш төмен қарай. Сонда мына жазба ашылады. Сосын А-В жоғары жағына. В-Ф. Қиылатын жеріміз. Болды. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нешеу? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Соны жазып шығайық. Бірінші А-Е, Е-Л, Л-ды, Д-сы, С-аш, А-Б, Б-Ф. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 қиылған қырлар екен. 7. 7 рет қиылыпты бұл да.
7 рет қиылады екен. Ал енді бізге екінші сұрағымыз не дейді? Екінші сұрақ, жазбаны алу үшін қиылған сынық сызықтың ұзындығын табыңдар дейді ғой. Осы жазбаны алу үшін мына қиылған сынық сызықтар бар ғой, иә, соның жалпы ұзындығын алуымыз керек екен. Ол үшін бірінші нені аламыз? Мына 4 қараңыздар. Мына 2 болса, мына жерде 2 болады, дұрыс па? Мына жерде 2, мына жерде 2. Биіктік, иә? Қанша биіктік қиылады? 1, 2, 3, 4. Яғни 4 деймін, көбейту 2 деймін. Қосу. Енді 7, мынау ұзындығы 7 сантиметр ғой, одан неше қиылды? 1, 2, 2 көбейту 7 деймін. Қосу. Енді 5 сантиметрден 1 ғана қиылды. 1 көбейту 5 деймін. Бұдан кеп шығады 8 қосу 14 қосу 5, жалпысы 27 сантиметр екен. Сонымен ұзындығы сызық ұзындығы 27 сантиметр екен. Болды, шықты бұл есебіміз. Ал енді 1316 есепті не дейді? Соны қарайық. 1316 есеп. 9-16 суретте кескінделген кубтың 3 бөліктен құрастырылған жазбасы бойынша қыры дейді. Қыры 5 сантиметр. Куб дайындаңдар дейді. Егер жоғары жағы бойылған болса, онда қай жағы төмен жағы болады дейді. Қай жағы төмен жағы болады дейді. Онда бастайық. Мынаған қарайық. Бізде мынаны сұрап жатыр. 9-16 суретте мына куб берілген, қыры 5 сантиметрге тең екен. Қыры 5 сантиметрге тең. Қыры 5 сантиметр. 5 сантиметр. 3-те 16 есептің. Ал енді осыны дейді, қиып 5 сантиметр куб дайындаңдар дейді. Жазбасы бойынша қыры 5 сантиметр. Яғни барлығы 5 сантиметрліктен өлшеп аласыздар да. Сыза салайық. 5 сантиметрлік болсын мына жерде. Өлшеп алып суға болады. Немесе қиып дайындасаңыздар да болады. Былай дайындап алайық. Мына жер мынандай болсын. Төмен қарай түсірейік. Енді үшіден былай жүргізейік. Міне, қыры 5 сантиметр. Барлы 5 сантиметр болады да қырлар. Бұның 12 қыры бар ғой, білесіздер ғой. Кубтың 12 қыры бар. Міне, дайын болды. Енді егер осының жоғары жағы бойылған болса, онда қай жағы төмен жағы болады дейді. Мына жоғары жағы бойылған болса, қай жағы төмен жағы болады дейді. Әрине, мына жоғары жағын бояйық. Жоғары жағы бойылған болса, төмен жағы оның А болады. Мына төмен қарай түседі. Мына 2 бүйір қабырғасы, мына табаны деген сөзді төмен жағы А болады. Бұл екінші сұрақтың жауабы. Үшінші сұрақ. Жазбадан құрастырылған кубтың бетін ауданын табыңдар дейді. Кубтың бетін ауданын табуымыз керек. Жазбадан құрастырылған, яғни осының кубтың бетін ауданын табуымыз керек. Жаңағыдай кубтың бетін ауданы қанша? Жалпы кубтың қанша жағы бар? 6 жағы бар. Үшінші ауданын табуымыз керек. Кубтың 6 жағы бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 жағы бар. Сондықтан ауданда 6 көбейту 5 сантиметр деп аламын. 5-тің квадраты болады даже мынау. 5-тің квадраты. Оның формуласы мынандай. 6а квадрат. 6 жаққа көбейте саламыз. 6 жағы болғандықтан. Тең дейміз де 6-ны көбейтемін 25-ке. Сонда 12 150 болады. 150 сантиметр квадрат.
жауабы 150 сантиметр квадрат екен. Не шықты? Міне осымен 5 сыныптан бүткіл 90-дық, 4-ші 90-дық есептердің бәрін аяқтадық. Келесі сабақ қайталауға арналған есептерді шығарамыз. Сау саламат болыңыздар.